Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар? 2026 жылғы дене шынықтыру пәні бойынша педагогтердің білімін бағалау тестіне дайындық сұрақтары. Бірінші сұрақ. Футболда пенальти соғылатын ара қашықтық. Дұрыс жауабы 11 метр. Екінші сұрақ. Шаңғымен тежелу әдісі. Дұрыс жауабы соқа әдісі. Соқа әдісі шаңғымен тежелу әдісіне жатады. Үшінші сұрақ. Арқанмен өрмелеп шығудың тәсілдерінің саны. Дұрыс жауабы 3. Нақтылай кетсек, аяқтың көмегімен біріншісі түйін жасау арқылы, екіншісі аяқсыз тек қол күшімен, үшіншісі аралас тәсіл қол мен аяқты кезек қолдану. Арқанмен өрмелеп шығудың тәсілдерінің саны 3. Төртінші сұрақ. Кроль тәсілімен жүзудің әдістері. Дұрыс жауабы етбетінен шалқалап. Етбетінен шалқалап, кроль тәсілімен жүзудің әдістері. Бесінші сұрақ. Орта қашықтыққа жүгіру сатылары. Дұрыс жауабы сөреден шығу, жүгіру, мәреден өту. Сөреден шығу, жүгіру, мәреден өту, орта қашықтыққа жүгіру сатылары. Алтыншы сұрақ. 9 құмалақ ойынында құмалақтардың саны тақ болып тұрған отауды атайды. Дұрыс жауабы ашық отау. Ашық отау деп 9 құмалақ ойынында құмалақтардың саны тақ болып тұрған отауды атайды. Жетінші сұрақ. Денені бос ұстап, аяқты сәл бүгіп, сол немесе оң аяқты бос ұстау. Дұрыс жауабы еркін тұру. Сегізінші сұрақ. Қол добы алаңының өлшемі. Дұрыс жауабы 40-20 метр. Тоғызыншы сұрақ. Футболда шабуылдағы комбинациялық ойын тактикасы. Дұрыс жауабы бірнеше ойыншының әрекеті. Оныншы сұрақ. Жылдамдықты өзгертудің пәрмендері, командалары. Дұрыс жауабы адымды ұлғайт, азайт, тездет. Осымен бірінші бөлім аяқталды. Видео сабақ ұнаса арнаға тіркеліңіз, лайк басыңыз және де пікір қалдырып қойыңыз. Дайындық материалдары қажет болса төменде көрсетілген сілтемеге өтіңіз.